Баршаңызға сәлем. Біз қазір именная булавка жасаймыз. Мына жерде бізге булавкамызға қажетті дүниенің барлығы тұр. Енді біз әріптерімізді қыздың бағым деген есімін өткіземіз лескамыздан. Міне өткіздік. Енді әдемі тастарымызды өткіземіз бізге. Мынандай капачок керек. Екі жағынан капачок өткіземіз. Түсінікті болсын, қазір екі жағынан да көрсетем. Міне. Сосын сүйек іштерін әртүрлі цветінен жасасаңыздар болады, әртүрлі түсінен. Тағы да бір капачок кигіземіз. Қандай тас кигізесіздер, қандай капачок кигізесіздер, барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Өткізген тастарымызды әріптерімізді осылай ілгек боламыз, байлаймыз сүйек ішімізге. Бірінші ілгетін байлаймын. Қарапайым байлау. Бастысы қатты байласаңыздар болды. Екі рет байладым, астағы рет байлаймын. Екінші бетін байлаймын. Осы бетін сүйек ішіміздің астыңғы жағына байлаймыз, мына жағына. Соңғы рет байлаймын, екі бетінде қазір бір реттен соңғы реттен байлап шығамын. Байладым, енді байланған жеріміздегі лесканы қырғамыз. Аккуратно қырғамыз. Негізі бір тексеріп қатты былай қысып қойсаңыздар болады. Астында черешня астына кетті дайын. Енді шармиктерімізді илеміз. Шармикті ілу үшін бізге мындай кольцолар, колечкалар керек. Және де черешня астындағы 5 кольцоға 5 шармик керек. Және кольцомызды мындай зажиммен ашамыз. Шармикті іліп булавкамызға илеміз. Қыздар, енді ең соңғы штрих қалды бізде. Алдын ала осындай ленточкадан бантик жасап аламыз. Сосын ыстық клеймен бантикларды кішкене бір капля тамызып, мына жүрек ішіміздің бетіне жабыстырамыз. Жабысты. Енді жончикпен үшін түрде болып жатқан шығарсыздар. Бұны біз для украшения алдық. Тағы да кішкене ыстық клей тамыздым. Осылай бантигіміздің бетіне жабыстырамыз. Осымен біздің именная булавкамыз бітті. Қараңыздар қандай әдемі шықты. Міне.